Алматыға барамыз. Ол жерге подписчиктің үшін бара алады. Донер ма? Өз күшін қорқақтарға жұмсайды олар. Бірақ қырлар шығып кетеді, сонда ұнамайды. Өліп талып тыңдамаймыз. Қазіргі уақытта танымалдыққа ие болудың ең оңай жолы вайн түсіру. Бұл үрдістен біздің қарасайлық жастар да қалыс қалған емес. Солардың бірі шамалғандық жігіттерден құралған KZ Жигитс тобы. Көптілік нәрселік, Қарасай Батырда оқимын, өмірсізді. Достарым Нона деп айтады. Сайырбек Нұрмұхамед, 11 класс оқимын, Қарасай Батырда. Достарым Нұрмо деп айтады. Жаңабаев Самат, мен де Қарасай Батыр мектебінде оқимын, 11 сынып. Вайн деген бір минутқа сыйғызып, адамның ойын жақсы жаққа өзгертетін бір мағыналы видео деп ойлаймын. Дәл солай. Келісесіңдер ме? 31 мың. 31.400 еңбекпен ғой. Енді накрутка қабылданбаймыз ғой біз. Конкурс қабылдандық. Өзіміз жинадық. Ауылдан бастадық. Сол. Есімізде, мешіттің жанында. Ұятнайды. Енді басында мен балалықпен онша емес болды, бірақ өзімізге енді былай қарап тұрсақ, өскенімізді көрсетеді кішкене. Өзімізге ұнайды. Өлеңдерін жазған. Қазақ жігіттері, KZ Жигитс. Ағылшынша. Өзіміз қазақтың жігіттері болған соң енді KZ Жигитс деп қойды. Сол кезде де Ерке Есмаханның әні хит болып кетті ғой, KZ қазақ жігіт деген. Қазақ жігіттері. Соған да ұқсатып қойып жібердік. 1-1,5 сағаттай керек. Арасында сценаларды күліп қоямыз, прикол тастап жібереді басылып. Күліп қоймасақ, негізі 1 сағатта түсіруге болады. Әрине. Ауылды таниды құдай қошыр. Мектеп таниды. Өтіп бартқан кезде вайнерді өтеді. 5 мектеп бар ғой ауылымызда. 5 мектеп таниды. 2 колледж бар, солар таниды. Селосы танытып жүреді. Мүлдем басқа саланы таңдаймыз. Мен медицинаны таңдаймын. Физика, математика. Программист. Екеуі программист. IT саласы. Бірақ өнер жолын алып жүруді жоспарлап отырмыз, өйткені жігітке жеті өнерді аз дейді ғой. Өзімізге ұнайды. Киноға түсу, вайн түсіру. Жас блогерлер бар, мысалы стоматолог, олар да өзінің блог несін алып жүреді. Сол сияқты мұғалімдер бар сосын. Хобби ретінде хоббидің арқасында ақша тауып жүреміз. Қазір көп таппаймыз, бірақ қазір бірінші атақты несі көріппіз ғой. Бірінші танып алайық дейді. Танылып. Көп таппадық біз. Өте көп таппадық. Ну, аз тапқанымыз бар енді. Кей видео тұрған. Отбасы мәселесі, мектеп мәселесі, достар арасында. Жиза. Өмірде не болады, сол болады. Соны түсіреміз. Бастан өткен жағдайлар адамға әрқашанда күлкілі болады. Соны көбірек түсіреміз. Туған туысқандарымыздың бәрі біледі ғой. Комик деп прикол ұстап жүреді. Қонаққа барсам күліп жүреді да өзге. Қазақ тілі әдебиеті апайымыз көреді. Жақсы пікірін айтады. Тоқтамаңдар дейді. Басқа берсе беріңдер дейді. Дани беріңдер. Сұрады. Болды? Мұғалімдер күнінде. 7 сыныптарда бар. Мұғалімдер күнінде бар. Сабақ беріп жатқан кезде, бес қойып беремін, давайте инстаграм көріңдер, лайк басыңдар дейміз. Автограф қойып береміз, қызық балдар күліп отырып, жайнап қалады. Мен ойымда жоқ, өйткені медицина саласын таңдағандықтан вайнды алып жүріп, өзімнің медицина саласында алып жүргім келеді. Мен де сол. Өз мамандығымда. Huawei сотқа түсіреміз, менің телефоныма көбіне. Samsung S8 деген. S8 деген. Качествосы жақсы. Мен жасаймын. Нұрсері жасайды маңда. Негізі 2 күнде бір вайн салып отырған норма деп ойлаймыз өзіміз. Ал енді сабаққа байланысты бір нелер болып қалады, уақыт жоқ кезде аптасына бір вайн шығып тұрады. 1-2 вайн шығып тұрады. Уақытымызға қараймыз ғой бәріміз. сабақ демекші оқу үлгерімдерін жайлы айтыңыз. Мен 5-ке оқимын. Таза 5-ке. Таза 4-ке арасында 2-3 бар. 2-3 бар. 4-ке 1-2-3 бар енді. Біздің парақшаға
постымыздың өзіне біреуге түсіріп беру реклама мысалы 12 мың мен 15 мың арасы, ал историямыз 1000 теңге. Солай шешіп бәріміз. Қолдан келмейтін сияқты, өйткені ол хайптың астында қанша негатив жатыр, қаншама халықтың көзқарасы жатыр. Көзқарасты енді қорықпау керек қой, бірақ ол жақсы жағынан болса да, хайп енді көбінде жаман жақтан болады да. Шешіну деген жай. Енді қолымыздан келмейді енді ондай. Фанат емеспіз, бірақ өлеңін тыңдаймыз. Өлеңін емеспіз. Бірақ өліп талып тыңдамаймыз. Бауырым, мына өлеңді қарашы. Мен кәдімгі жігіттер құлағына сырға тағып шашын бойды, қараса әдемі. Кім болар? Ол 91 ғой? Өлең. Бауырым, қазақ кезінде ондай болмаған, сырға тақпаған, шашын боямаған, немін оқыстекелер, өлсең де тыңдама бауырым. Алаш, тыңдама. Бауырым, қандай өлең? Әдемі екен. 91 ғой, тыңдамайтын. 91? Ё-ма. Жетпесіз. Құрттың ота, құрттың ота, құлшынысың болсың, құрттың ота. Кешегі инстаграмнан көрдім, жедепшені жайды. Туалетте бір балан қатты ұрып жатыр, сонда түсіреміз еді көзімде. Қоғамда не өзекті мәселе, соны түсіруге тырысамыз ғой. Саматтың идеясы ана балалардың төбелестің алдындағы ойлар дейді да. Мынау жүрісіне қарағанда бір жаман бір спортқа қатысқан сияқты. Мынаның денесіне қарасаң үлкен сияқты. Мынау қазір бір ұрып құлатып тастамай ма мені? Ажырататын бала бар ма? Қазір төбелесіп қалсам? Сендер қатты кетіп қалдыңдар ғой. Уф, наконец. Айран мен ғой. Айран қазақтың ғой. Сағат керек жоқ, төбелеспей қой. Деп барша өйді. Ал төбелесіп ал. Ұрттыша бауырман. Ё-майо, мынау да кетіп қалды. Егер тайға жеп қалсам, мен кім ажыратады қазір? Ё! Брат, бәрі кетіп қалды ғой. Сөзбен шеше саламыз ба? Бірақ сен дұрысың ғой. Әр жігіт баланың басынан өте Жас кезінде болады ғой, енді бір төбелесіп қаласың негізі. Сол жайды ғой. Жастық кез жайды, вообще. Жастар туралы. Клиника салу. Жеке клиника. Құдай қаласа. Арман, өзімде сұра бердім ойымда. Арманды айтпайды дейді ғой, істеген кезде көресіз. Орындалған кезде. Дұрыс қабылдаймыз. Дұрыс сын болса, егер де. Әркімнің өз ойы ғой. Енді біреулер диванда отырып алып, салатындар ғой, енді бір жынданасың да. Ал былай нормально оймай айтқандарға енді түсінікпен қарайсың. Жынданғанда емес, просто андай үйінде жатып көре алмайтындар бар мысалы. Ойбай, сендер онша емессіңдер. Сендер звондайды, маған біреулер звондайды арасында. Вайндарын жауып тастасаңдар, анау біреулер мақтайтындар бар, реклама сұрайтындар бар арасында. Соларға бір ойым жаман алар. Жаңа жауып тастасаңдар, не қыласыңдар? Ауыр көтерудің орнына қазақты. Аяқтан тұрдады да, иә. Аман болыңыздар дейміз. Бізді әрқашан қолдап жүріңіздер. Қолдап жүріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Алда талай қызықтар болады. Байын шығарғанда жазып тұрыңыздар. Жалпы болыңыздар. Қаскелең кезет ұжымына шын жүректен рахметімді айтамын, осындай жастарға мүмкіндік беріп, сұхбат алып отырғанына. Біз шақырғанға рахмет көп. Істеріңіз Алла дамын берсін.